Сәлеметсіздер ме? Бұл видеода осы жаңа жылдағы тапсырған анализдерім мен дәрігерге барғаным туралы айтатын боламын. Жылына 1-2 рет тексеріліп тұру барлығымыз үшін маңызды. Сондықтан осы УЗИ брюшной полости өткен болатынмын ақпан айының басында, және қанға жалпы анализ жасатып, дәрігерге қан құрамындағы билирубин мен холестерин анализдерін апардым. Сонымен қоса панкреатиттік эластазға анализ тапсырдым. Бірақ дәрігер осыларға қоса биохимиялық қан талдауының ішінен лактат, жалпы белок, железо, ферритин, АЛТ, АСТ, ГПП, щелочная фосфатаза, трансферин тапсыруға жіберді және капрограммаға жолдама берген болатын. Сонымен дәрігерге тексерілуге барғанда керек болған анализдердің тізімі осы: УЗИ брюшной полости, общий анализ крови, яғни жалпы қан анализі, биохимиялық қан талдауынан билирубин, холестерин, щелочная фосфатаза, общий белок, лактат, ферритин, железо, АЛТ, АСТ, ГПП тапсыру керек болды. Және оның ішінде трансферин де бар. Және панкреатиттік эластаза, капрограмма. Осылардың УЗИден басқасының барлығын Олимпте тапсырған болатынмын әдетінше. Бағаларын айта кететін болсам, УЗИ брюшной полости медициналық орталықта тапсырдым 4000 теңгеге. Негізі бағасы 4000-7500 аралығында. Ал Олимптегі бағалар: общий анализ крови 1400 теңге, билирубин 1080, холестерин 980, щелочная фосфатаза 940, общий белок 980, лактат 1600, ферритин 1700, железо 1100, АЛТ 940, АСТ 940, және арғарай ГПП, трансферин оларда 1000 теңгенің айналасы. Есімде дұрыс жоқ. Панкреатиттік эластаза 6600 теңге, ал капрограмма 1000 теңге. Барлығы анализге кеткен сумма 24000 теңгенің айналасы. УЗИ брюшной полости не көрсеткен қарасам, өтімде сол баяғы кішкене тастардың әлі бар екендігін анықтады, және өт қоюланбаған деп көрсеткен. Және әрине ұйқы безі зақымданғаны бұл жолы көрініп тұр УЗИдан, яғни хронический панкреатит бар деп жазып берді. Бірақ мен бұл УЗИ дәрігеріне менде хронический панкреатит бар деп ештеме айтпадым. Бірақ солында да осы жолы УЗИ хронический панкреатиттің бар екенін көріп тұр. УЗИда ұйқы безіміз панкреатит болып ауыратын адамның зақымданған болып көрінеді, яғни ол жараланып тұрады, және оның структурасы өзгеріске кішкене ұшырайды екен. Сондықтан бұл дәрігер УЗИдан көріп тұр хронический панкреатиттің бар екенін. Дәрігер маған өтке 6 ай бойы күніне кешке қарай 1 рет урсодисоксихолевая кислота құрамында бар дәрілердің бірін ішуге жазып берді. Және қанға жалпы анализ нәтижесінде осындай болған, яғни гемоглобин нормасы бізде 120-140 шамасында нормасы осындай екенін білеміз. Менде 126 әлде 129 екенін көрсетіп тұр, бірақ дәрігер қан құрамындағы эритроциттердің көтеріліп тұруына байланысты қанға кислород жетіспейді. Яғни ол гемоглобин менде көп болғанымен жасырын анемия бар екендігін анықтады. Ол үшін железо мен ферритинге тапсырды. Расында да железо мен ферритин қанның құрамында менде аз болып шықты. Сондықтан жасырын анемия бар деп, бұған дәрігер маған тамақпен бірге железо ішуге витамин берген болатын, және бұрынғы ішіп жүрген витамин D және омеганы әрі қарай ішуді жалғастыруға жазып берген болатын. Себебі бізге тамақпен бірге дұрыс сіңірілмейді витаминдер, ас қорыту мүшеміз дұрыс жасамағасын, және диета болғасын көп тамақпен бізге бармайды витаминдер. Сондықтан да қосымша витаминдер ішуге тура келеді. Витаминдерге және дәрілерге қоса дәрігер маған тамаққа қосып ішетін қоспаларды да жазып берген болатын. Келесі тапсырғаным бұл панкреатиттік эластаза. Оның мөлшері осы жолы жақсы болып шықты, ана жылы да жақсы болған болатын. Менде панкреатит басталғанда панкреатиттің күрделенген түрі, яғни жиі диарея болып, салмақтың түсуі болған болатын. Яғни бұл тек қана панкреатит емес, ал внешне секреторная недостаточность поджелудочной железы, яғни ұйқы безі сыртқы секрециялық жетіспеушілігі деп аталады. Осының бар екендігін анықтайды. Бұл бірнеше дәрігерлерге барған болатынмын панкреатит басталғанда 2020 жылы, бірақ олар панкреатиттік эластазаға жіберу керек екендігін білмеген болатын. Сондықтан осы жақсы дәрігерімді тапқанда, осы соңғы қазір барып жүрген дәрігерім маған панкреатиттік эластазаға тапсырсын деп анализге жіберген болатын. Тек осы дәрігер ғана жіберді. Осыдан осы ұйқы безі сыртқы секрециялық жетіспеушілігі бар екендігін анықтаған болатын, соны емдеді. Оның емі қандай? Бұл диета, ферменттерді ішу тамақпен бірге,
осы ғана ем болады, және оны әрдайым қарап жүру керек, бақылап, анализ тапсырып. Осы егер панкреатиттік эластазы шектен төмен болатын болса, ол диарея, салмақ түсуі болуы мүмкін. Панкреатиттік эластазы жөнінде толық айтып кетсем, жалпы панкреатит бұл ферменттердің кейде жетіспеушілігінен, ал кейде жетіспеушілігінсіз де ақ болады. Ферменттердің жетіспеу түрлері көп, себебі ас қорыту ферменттері сан түрлі. Оларды тек ұйқы безі емес, бұл ферменттерді ауыз, асқазан, ішек те бөліп отырады. Панкреатиттік жетіспеушілік деген бұл екіге бөлінеді: ұйқы безінің бастапқы жетіспеушілігі және ұйқы безінің екінші реттік жетіспеушілігі. Бастапқы жетіспеушілігінде ферменттер саны аз бөлінеді, бірақ олар жұмысын жақсы атқарып отырады. Ал екінші реттік жетіспеушілікте ферменттер жеткілікті мөлшерде бөлінеді, бірақ олардың жұмыс жасауы төмен, яғни асты дұрыс қорытпайды. Осыдан бізде панкреатит кезінде ферменттер міндетті түрде жетіспейді деген ұғым қалыптасады, бірақ негізінен де панкреатит бұл ферменттердің жетіспеушілігі емес екен. Олар жеткілікті мөлшерде ферменттер ұйқы безінен бөлінеді, дұрыс жұмыс жасайды, бірақ олардың әрі қарай ішекке қарай өтуіне бір нәрсе кедергі болып тұр. Бұл бір нәрсе деп отырғанымыз өттегі тастар, немесе спазмның болуы ішкі құрылыстағы, не ферменттердің өтетін каналдарын бітеп тұрған паразиттер оған себеп болуы мүмкін. Егер ұйқы безі ферменттерді тым аз бөліп отырса, не болмаса ферменттерді қалыпты мөлшерде бөліп, бірақ олардың жұмысы нашар болса, онда ұйқы безі сыртқы секрециялық жетіспеушілігі бар деп саналады. Бұл жай панкреатит емес, ол панкреатиттің күрделенген түрі. Оның басты белгілері бұл іш қатуы, жүрек айну, жиі диарея, салмақтың түсуі, әлсіздік. Оны анықтау үшін панкреатиттік эластазаға нәжіс тапсыру керек. Нәжіс деп отырғаным кал. Көбі панкреатит пен ұйқы безінің сыртқы секрециялық жетіспеушілігін шатыстырады. Егер панкреатиттік эластаза нормада болатын болса, ол панкреатит жоқ деп көрсетпейді. Ол тек қана осы ұйқы безі сыртқы секрециялық жетіспеушілігін көрсетеді. Панкреатит бұл ферменттер мөлшері жеткілікті және олардың жұмыс жасау сапасы жақсы, бірақ олар ұйқы безінде қамалып, одан шыға алмай тұрғанын деп есептеледі. Ал ұйқы безі сыртқы секрециялық жетіспеушілігі бұл ферменттер сапасы төмен, не олардың аз мөлшерде бөлінеді олар, бірақ олардың ішекке шығуына ешқандай кедергі болмайды. Тағы нақтылап кетсем, ұйқы безі сыртқы секрециялық жетіспеушілігі бұл панкреатиттің күрделенген түрі. Бірақ ол панкреатит бар адамның барлығында кездесе бермейді. Егер де сізде бағанағы атап өткен белгілер, яғни іш қатуы, әрдайым жүрек айну, жиі диарея, салмақтың түсуі, әлсіздік болатын болса, міндетті түрде панкреатиттік эластазаға анализ тапсырып, дәрігерден ем алу керек бірден. Панкреатиттік эластазаны жалпы маған қалай емдеді дәрігер? Бұл диета әрине, және де ферменттер жазып берді. Тамақпен бірге ферменттер ішіп, панкреатиттік эластаза қашан жоғарылайды, сол кезде ферменттердің осы терапиялық түрінен өсімдікті түріне көшіргізген болатын. Капрограмма туралы айтатын болсам, капрограмма нәтижесі бойынша менде нейтральный жиры, яғни бейтарап майлар мен жирный кислоты, яғни майлы қышқылдар, олардың қасында плюс белгісі тұр, яғни осылар менде қорытылмай тұр. Ұйқы безі ферменттер қабылдауынсыз әлі өздігінен жұмысын толық атқара алмай отыр деп түсіндірді дәрігер. Сондықтан тамақпен бірге ол маған бір ай бойы қайтадан ферменттерді күніне 3 рет ішіп отыруды жазып берген болатын. Енді капрограмма туралы айта кетсем, мен оны 2 рет тапсырдым, себебі бірінші рет дұрыс дайындалмай тапсырған болатынмын. Капрограмманы тапсыру алдында 2 күн бұрын қызылша жедім, секла. Содан нәтижесінде менде эритроциттер бар деп шыққан. Интернеттен қарағанда эритроцит бұл үлкен дәрет құрамындағы қызыл зат. Сондықтан оның қызылшадан болғанын түсініп, 2-ші рет дұрыстап дайындалып, капрограмманы қайтадан тапсырдым. Осы кезде нәтижесінде нейтральный жиры және жирный кислоты бар деп қана шықты. Капрограмма нәтижелері дұрыс болу үшін анализ тапсырар алдында бірнеше күн бұрын келесі тағамдарды ас мәзірінен алып тастау керек. Бұл жасыл көкөністер, қызылша, қызанақ, ет өнімдері және майлы балық. Және әйелдердің арнайы бір ерекше күндер болады, сол кезде болмайды анализ тапсыруға әрине. Клизма жасауға, іш өткізетін арнайы дәрілер ішуге болмайды, нәжісті шығару үшін. Талдауды зертханаға апару үшін дәріханадан арнайы стерильді ыдысты сатып алып апару керек. Егер де талдау үшін нәжісті сіз зертханаға бірден сол күні апара алмайтын болсаңыз, оны тоңазытқышқа салып 10-12 сағат сақтауға болады.
келесі күні апаруға болады оны, бірақ тоңазытқышта міндетті түрде сақтау керек, төменгі полкаларында. Және талдау үшін тек шай қасық материал жеткілікті, оны ыдысты толтырып апарудың қажеті жоқ. Программа талдауы бойынша осындай көрсеткіштерді көрсетеді. Еритін ақуыз, растворимый белок. Нәжісте ақуыздың болуы қазірдің өзінде нормадан ауытқу болып табылады, себеп ас қорыту трактының қабыну процесі болуы мүмкін. Бұл панкреатит, колит, гастрит, энтерит, жара, проктит және тіпті қатерлі ісік кезінде пайда болады. Нәжісте ақуыздың болуын анықтау дәл диагноз қоюға мүмкіндік бермейді, дегенімен бұл қосымша зерттеулер тағайындаудың ауыр себебі болып табылады. Егер нәжісте еритін ақуыз табылған болса, іштің кебуі және жүрек айнуына шағымдану мүмкін адам, және өткір панкреатит оған себеп болуы мүмкін, общий белок болса, растворимый белок болса. Ал егер қан болса, онда нәжістегі қан асқазанның немесе 12 елі ішектің жарасымен пайда болады. Құрттар шырышты қабаттарды да зақымдауы мүмкін. Өзгермеген қан жасушаларымен тоқ ішектен қан кету туралы айтуға болады. Егер қан өзгерсе, онда мәселе асқазан ішек жолының жоғарғы реңктерінде пайда болды. Нәжісті талдауда қанның болуы асқазан ішек мүшелерінде неоплазмалардың пайда болуын ерте сатысында анықтауға мүмкіндік береді екен. Шлам, бұл слизь деп жазылады. Мана анализде оны қазақша әрине жазып отырмайтын сияқты. Бірінші рет көріп тұрмын интернетта. Бұл шырышты ағзаларды қорғау үшін шырышты қабықша шығарады. Егер шырыш айтарлықтай мөлшерде болса, себебі лактозаға төзімділік, малабсорбация немесе патогендік микроорганизмдердің болуы мүмкін. Сондай-ақ нәжістегі шырыштың көп мөлшері колит немесе дизентерия сияқты ауруларды көрсетеді екен. Билирубин. Бұл зат нәжісте пайда болады, егер тағамның өтуі жылдамдатылса. Бұл жағдайда билирубиннің стеркобилинге ауысуға уақыты жоқ, оны дисбиозбен немесе жедел гастроэнтеритпен анықтауға болады. Стеркобилин нәжіске қоңыр түс беретін пигмент. Бұл зат жылдамдығының жоғарылауы гемолитикалық анемиямен жүреді, оның деңгейінің төмендеуі өт жолдарының бітеулуін көрсетуі мүмкін. Ядофильді флора. Талдау нәтижелерінде ядофильді флораның болуы ішек микрофлорасының бұзылуын көрсетеді. Көбінесе патогендік микроорганизмдер тамақтың жеткіліксіз қорытылуымен кездеседі. Детрит. Бұл заттың болуы тағамның нашар қорытылатындығын көрсетеді. Детрит қорытылған тамақ бөлшектерінен және зақымдалған эпителий жасушаларынан тұрады. Крахмал. Крахмал нәжісте болмауы керек. Тамақ қорытылған кезде оны толығымен бұзу керек. Егер ол табылса, онда тамақ массаларының жылдамдатылған қозғалысы себеп болуы мүмкін. Себеп созылмалы панкреатин немесе малабсорбация синдромы болуы мүмкін. Бұлшық ет талшықтары. Нәжісте бұлшық ет талшықтары бұл мышечный волокна деп тұрады анализде. Нәжісте тек өзгерген талшықтар болады. Егер талшықтар өзгеріссіз табылса, оның себебі ұйқы безінің жұмысында қиындықтар болуы мүмкін. Ас қорыту шырынын өндірудің төмендеуімен жануарлардан шыққан ақуызды тағамдар нашар сіңіріледі, сондықтан оларды анықтау панкреатиттің дамуын көрсетеді. Бейтарап май, осы менде табылған нейтральные жиры. Әдетте бұл көрсеткіш болмауы керек. Егер ас қорыту жүйесі тоқтаусыз жұмыс істейтін болса, онда организм тұтынылған майлардың 90%-дан астамын сіңіреді. Нәжісте бейтарап майлардың болуы өт өндірісінің жеткіліксіздігін көрсетеді. Ол сондай-ақ ас қорыту ферментінің липаза деңгейінің төмендеуінен байқалады. Бұл жағдайда майлар толық сіңірілмейді. Лейкоциттер. Әдетте бұл көрсеткіш болмауы керек. Асқазан ішек жолдарының қабынуы аурулар кезінде пайда болады. Сабын, мылы деп тұрады кәдімгідей, аз мөлшерде рұқсат етіледі. Рұқсат етілген нормалардың жоғарылауымен асқазан мен ішектегі тағамды қорытудың кемшіліктері туралы айтуға болады. Бұл өт қабы мен ұйқы безі дұрыс жұмыс істемеген кезде пайда болады. Май қышқылы, жирные кислоты. Бұл да менде табылған осы жолы анализде программаның. Май қышқылы, егер ас қорыту жүйесі ақаусыз жұмыс істейтін болса, талдау нәтижелерінде бұл көрсеткіш болмауы керек. Майлы қышқылдардың нәтижесінде болуы ас қорыту ферменттерінің төмендеуін, химияның ілгерілеуін, сондай-ақ өт жетіспеушілігін көрсетеді екен. Аммиак. Нәжістегі аммиак нормасы 20-дан 40 моль болу керек. Егер индикатор қалыптыдан жоғары болса, онда оның себебі ішекте ыдырау процесінің болуында. Бұл процесс ақуыздың артық өндірілуі ішек қабырғасының қабынуы кезінде пайда болған кезде болады. Бұл құбылыстың нақты себебін қосымша тексерусіз анықтау мүмкін емес. Аммиак мәні жоғарылаған программа тек қосымша емтихан тағайындау үшін себеп бола алады. Өсімдік талшықтары. Бұл растительные волокна. Нәжісте еритін және ерімейтін талшық табуға болады. Еритін талшық қалыпты емес, ол тұз қышқылын қабылдаудың жеткіліксіздігімен байқалады. Ерімейтін талшықтың болуы қалыпты және диетаға байланысты. Дәнекер тінінің талшықтары, соединительные волокна сияқты.
Олар жануарлардан шыққан тағамның қалдықтары. Әдетте бұл компонент нәжісте болмауы керек. Дәнекер тінінің талшықтары асқазанның қышқылдығы төмен, ас қорыту ферменттерінің жетіспеушілігі және тұз қышқылының жетіспеушілігімен болуы мүмкін. Себебі оған гастрит немесе панкреатит болуы мүмкін. Міне осындай талдау көрсеткіштері. Видеом бүгінгі осы. Егерде видеом ұнаған болса, лайк басып каналыма тіркеліңіз. Үлкен рахмет.